келесі сахнаға шығатын қатысушы айтқан әнін сезініп қана қоймай, оны тыңдарманның жүрегіне жеткізе білетін Амира Пулатова. Осы уақытқа дейін көптеген жобаларға қатыстым, бірақ көбінде жолым бола бермейтін. Ал қазір төрткүл әлем көз тіккен Қазақстан дауысы балалар жобасының тікелей эфиріне дейін жеттім. Мен өте қуаныштымын, әрі бақыттымын. Осы жобаның арқасында өзіме деген сенімділігім артып, көп тәжірибе жинадым. Сондай-ақ вокалдық қабілетім мен актерлік шеберлігімді шыңдадым. Жан-жақты ашылдым десем де болады. Жекпе-жек кезеңінде әнді жақсы орындап шықтым деп ойлаймын. Өзіме ұнады. Сахнада тәлімгерлер тек Нұрәлі мен Мирас туралы айтып жатқанда, ішімнен осымен өмір тоқтап қалмайды деп өзімді жұбатып тұрдым. Бірақ бір сәтте техникалық жағынан да, музыкалық жағынан да менің көңілімнен көбірек шыққан қатысушы. Амира! Жұбаныш аға Амира дегенде мен бе деп таң қалдым. Амира Пулатова келесі кезеңге жолдама алды. Түрімнен де білініп тұрды деп ойлаймын. Қатты таң қалдым. Өтемін деп мүлдем күтпедім. Өте қуаныштымын. Бастапқыда бұл жобаға келгендегі мақсатым тек өзімді көрсету болған. Ал қазір ары қарай өткім келеді. Бұл мен өмірімдегі алғашқы тікелей эфирім болғандықтан сәл қобалжып тұрмын. Бірақ жартылай финалға өтемін деп ойлаймын. Біздің бестіктің ішінде Камиладан көбірек сескенемін. Өйткені ол топтағы ең мықты қатысушы десем де болады. Амираның дауысы өте нәзік, лирикалық әндердің бояуын бұзбай айтады. Оның төменгі ноталары күшті. Амира әнді нәзік әрі жүрекпен орындайды. Әнді әсерлі айтады. Амира, қобалжыма, өзіне сен, құрметті көрермен, маған дауыс бересіздер деп үміттенемін. Өйткені сіздердің дауыстарыңыз маған ары қарай өтіп, арманымды орындауға көмектеседі. Сондықтан менің өнерімді бағалап қолданыңыздар. Мен сіздерді жақсы көремін. Açamagan söker canım kıya Ağladı Alыстарда жүрсен де сен жанымда Болғайсың Сүйгенімде неге жаным түсініп Болмайсың Әлемнен сан түрлі бояуына Іштегі сезімдер боялды ма Сен мені бүгін бір ойладың ба Ойладың ба, ойладың ба Әлемнен сан түрлі бояуына Іштегі сезімдер боялды ма Sen meni bugün bir oyladın ba, 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 oyladın ba. Yüreğimden kal, gitme, alız gitme, sendey candı birde, özüme gerek, oylamasın men sen nege canımdan. Gitme, alız gitme, sendey candı birde. Болады, долады Бір сәтке сен болып қалсың алыста Жанымнан тыным таппай тағатсыздана жаным Сағында әлемнен сан түрлі бояуына Іштегі сезімдер боялды ма Сен мені бүгін бір ойладың ба Ойладың ба, ойладың ба Әлемнен сан түрлі бояуына Іштегі сезімдер боялды ма Özüme gerek
тәлімгері орнынан тұрып кетті. Мына жерге енді ақ бозат жетпей тұрған сияқты. Міне салып шаба жөнелетін Амира керемет орындадың. Бұл жерде ерекше көңіл күйде отырған дастан билеп кеттіңіз ғой. Қалай? Ұнады ма сізге? Әрине ұнады, себебі әннің өзі де бір ырғақты ән, сондықтан да бір энергетикасы бөлек, сондықтан да рахмет, осы әнді таңдағаныңызға рахмет бізге. Қатты қиналып қалған сияқтысың. Қобалжып. Енді жаңа әңгімеңді естідім, қобалжып тікелей эфир дегеннен кейін. Бірақ дегенмен де өзіңнің енді мәнеріңе келтіріп орындап шығуға тырыстың. Жалпы сондай тырысқанның арқасында адам шынымен де бір еңбектің арқасында ертең бір үлкен нәтижеге жетеді. Осы еңбектеріңді ары қарай дамытуға, барша күшіңді салуға мен тілектеспін. Шын жүректен дами бер, өркендей бер, өсе бер айналайын. Рахмет Дастан, Жұбаныш мырза. Эстрада әншісі деген ол әртүрлі жанрда, әртүрлі стильде ән айта білу керек, жалпы жан-жақты әнші болу керек. Сондықтан кішкене Амираның табиғатына жат болса да, осындай бір стильді таңдап, әр өзімізге де Амираға да бір эксперимент жасап көруге тырыстық. Және ол ойымыздан шықты деп ойлаймын. Менің жеке ойымнан шықты. Енді әрине Дастан дұрыс айтып жатыр, анау кішкене бидің қойылымдарына көңіл бөлген кезде кішкене ой бөлініп кететіні бар ғой енді. Бұл жүре түзелетін нәрселер. Сондықтан Амира, қобалжыма, өте жақсы болды деп ойлаймын. Және көрермендер өзіңді қолдап көп дауыс береді деп ойлаймын. Ары қарай жалғастыруға өте лайықсың. Сондықтан ешқандай қобалжу болмасын, көңіл күйің түспесін. Біз сені әрқашан қай жағынан болса да қолдаймыз. Рахмет, біз қобалжу туралы тіпті ойламаймыз да, Амира. Қымбатты көрермендер, егер Амираның өнері сіздерге ұнаса, мына төменде көрсетілген QR код арқылы сайтқа кіріп, дауыс бере аласыздар. Дауыс беру барлық қатысушылар өнер көрсетіп болғаннан кейін ресми түрде ашылады. Әзірге біз Амираны сахна сыртына шығарып саламыз. Рахмет, Амира.